сағат 2-ден бастап түнгі сағат 2-ге дейін сонда отырдық. Түнгі сағат 2-ге дейін. Бір адам бір жымп етіп далаға шыққан жоқ. ОРТ Евразия, Астана арнасы, КТК арнасы тікелей эфирде 8 сағат көрсетті. Бұндай сайысты ешқашан ешкім ұйымдастырған жоқ. Қайғы жоқтың баласы болсын, біздің қанымызда бар нәрсе ол. Ата-бабамыз айтпесе, осынша жерді ала ма? Жалпы қазақ халқының рухын көтеретін нәрсе болды деп ойлаймын. Ежелгі ертарғын мен алпамыстың, кешегі қажымқан мен балуаншылақтың бүгінгі басарлары міне осылар. Сайдың тасындай апай төс, бурасан 64 балуан енді санаулы минуттан кейін Қазақстан барыс атағын сарапқа салады. Ел тәуелсіздігінің 20 жылдығына арналған елбасы жүлдесі үшін ұйымдастырылған доданың бас жүлдесі алтын белбеу мен 150 мың ақш доллары. Бабаларымыз кезінде балуандар сайысына 100 ірі қарадан тіккен деседі, ал бергі бір ғасырға жуық уақытта қазақтың ұлттық спортында мұндай марапат болған емес. Мен өзім чемпион спартакиада анау болған кезде маған бергені сенесіз бе, сенбейсіз бе, мынау спорт деген мәлім телевизор бар. Спорт деген телевизор бар, ол кезде телевизор Алматыда жоқ даже. Соның өзіне біз мәз болып жүрдік қой. Қазақстан барыс жарысында екінші орын алған адам күміс белбеу тағынып 30 мың долларға ие болады. Үшінші орынды иеленген балуанды қола белбеумен 10 мың доллар күтіп тұр. Жеңімпаз бен жүлдегерлердің жаттықтырушылары да қомақты қаржыға кенеледі. Атақ қой, атақ алсақ ақша бұл бөлек қой. Болмайды ол ақша үшін. Жеңіске жету, бірінші орын алу, тарихқа кіру. Атақ, ақша, абырой. Осы үшеуінің қосындысы қазақ күресінің беделін бір-ақ күнде көтеріп жіберді. Еліміздің мықты самбошылар мен дзюдошыларының, еркін және грек-рим күрес шеберлерінің осы жарысқа арнайы қатысуы соның айғағы. Олардың арасында Афина олимпиадасының күміс жүлдегері Георгий Сурцумия, әлем біріншілігінің қола жүлдегері Нұрмахан Тінәлиев, атақты дзюдошы Елдос Ықсанғалиев бар. Сонымен тұңғыш Қазақстан барысы кім болады? 150 мың доллар кімге бұйырады? Кімнің жұлдызы жарқырап тұр? Әдегеннен қазақ күресінің майын ішкен мамандар бас жүлдеден үміткер 5-6 балуанның атын атады. Олар жамбылдық Бейбіт Ыстыбаев, шығыс қазақстандықтар Шалқар Жоламанов пен Айбек Нұғымаров, және қызылордалық үш мықты Ұлан Рысқұл, Ерболат Исупов, Руслан Әбдіразақов. Бәрі сен тұр мен атайын дейтін. Соңғы жылдарғы жарыстарда баптары да келісіп, бақтары да тасып жүрген сайыпқырандар, басқаларда қарап қалмайтыны анық. кілем көрсетеді. Кілем көрсетеді. Басталды. Боз кілемге бірінші болып қызылордалық Ұлан Рысқұл мен қарағандылық Ерсін Мұхамеджан шықты. Есімі бас жүлдеден үміткерлерінің қатарында аталған сырқыраны қарағандылық қарсыласын бет қаратқан жоқ. 25 секундта жауырын жерге тигізді. Алғашқы айналымда жанкүйерлер күтпеген жалғыз ғана жағдай болды. Жоқ дегенде жартылай финалға жетеді деген грек-римші Георгий Сурцумия шаршап шалдығып қалды. Афина олимпиадасында атақты америкалық Гарнерді зерлеткен ол өзінен 40 келі жеңіл маңғыстаулық Марғасқа Ермек Қалиековке есе жіберді. Сурцумияның жеңілісі басқаларға бұл жарыстың оңай түспейтіндігін білдірген бірінші белгі болды. Дегенмен басқа фавориттер алғашқы белестен қиналмай өтті. Грек-рим күресінде Азияда алдына жан салмай, әлемде алдыңғы үштікке кірген Нұрмахан Тінәлиев те алғашқы кездесуде айқын жеңіске жеткен. Екінші айналымда қазақ күресінің хас шебері қызылордалық шекарашы Ерболат Исуповпен белдесті. Лондон олимпиадасына дайындалып жүрген Нұрмахан спорттық бабында қабыландай қарулы, жолбарыстай епті. Тек күрес ережесіне бейімделе алмады. Қарсыласын қара күшпен сілкіп тартып талай рет 4 тағандатты. Бірнеше рет жұлқып қалып артына шықты. Грек-рим күресі болса, Нұрмахан таласы жеңер еді. Алайда бұл тік тұрып күресетін қазақ күресі. Келесі айналымға ұпай санымен ұтқан Ерболат шықты. Күші сарқылып қалжырап шықты. Топ жарат деген одан басқа үміткерлер екінші кездесулерін қиналмай аяқтады. Жартылай ширек финал. Екі айналымнан кейін іріктеліп 16 мықты қалды. Бірінші болып кілемге қызылордалық Руслан Әбдіразақов пен қарағандылық Виссарион Баркалая шықты. Салмағы 30 келіде ауыр болғанмен Виссарион Русланға қарсы еш қайран қыла алмады. Күші жойқын, айла тәсілі басым Әбдіразақов
қатарынан 2 әдіс жасап, шиыршық атқан шиеленісті 1 минутқа жеткізбей аяқтады. Жартылай ширек финалдың екінші кездесуі осы жарыстағы драмаға толы ең тартысты бәсеке болды. Шығыс қазақстандық Шалқар Жоламанов бас жүлдеден үміткерлердің бірі. Оның қарсыласы батыс қазақстандық Еділ Үсенов ақылды да айлалы балуан. Екеуі де тегеурінді әрі мығым жігіттер. Екеуі де қарсыластарын күтіп тұрмай, қаһарлы әрі өте батыл қимылдайды. Екеуі де орда бұзар жаста, тәжірибелі толысқан тарландар. Бойлары бірдей, салмақтары да шамалас. Бір-біріне оңтайлы әдістерімен кемшін тұстары алақандағыдай айқын. Талай дорларда тірескен балуандар белдесудің басын бақылаумен, барлаумен өткізді. Ешқайсы тәуекелге бармады. Жекпе-жек ортасына ауған кезде Шалқар әдіс жасап, алғашқы бүк ұпайын алды. Қайтадан тірес басталды. Қимылдары жойқын. 3 минут 30 секунд артты. Шалқар алды. Батыстың бурасы оң аяғымен іштен шалуға ыңғайлана берді. Осы әдісті алдында бірнеше рет жасамақ болғанда, Шалқар қасқая тартып бермей қойған. Бұл жолда кері шірене берді. Осыны пайдаланған Еділ Шалқардың тартқан жағына итеріп қалды. Шалқар бір қырымен құлады. Жартылай жеңіс ұпайы. Енді Еділ алды. Шалқар қимылдамаса болмайтынын түсінеді. 1 минут 25 секунд қалды. Қайтадан текетірес. Еділ енді шабуылға бармай күтіп жүр. Енді Шалқар жұлқылай бастады. Қарсыласы жасаған әдісті өзіне қолданып, аяқпен іліп алып, екі жақтан алма кезек шалды. Еділ бой бермеді. Таблода 48 секунд қана қалды. Енді Еділ оң жақтан шалмақ болды. Шекілеу шықты. 40 секунд қана қалды. Еділ қайтадан сүйікті әдісіне салмақшы. Бұл жолы Шалқарды қозғай алмады. Керісінше Шалқар көтеріп алып, шалқалай артқа лақтырды. Иә, Еділ қандай қателік жасағанын енді ғана ұқты. Басты сабалау енді кеш. Қарсыласына жартылай жеңіс ұпайы берді. Енді бір ғана ұпаймен Шалқар озып тұр. Соңғы секундтарда Еділ жанталасып бүк ұпайын алды. Осы кезде таблодағы уақыт та бітті. Тең-бетең. Қазақ күрес ережесіне сай қосымша 3 минут уақыт берілді. Қоян қолтық белдесу. Кімнің қолы белбеуден шығып кетеді, немесе кімнің тізесі жерге тиеді, сол жеңіледі. Жапонның сумо балуандарында екеуі де тіресе кетті. Еділ бірден қарсыласын тықсырып, кілемнің шетіне итере бастады. 4-5 аттап көтеріп тастауға ыңғайлана берген. Осы сәтті ұтымды пайдаланған Шалқар шалқалақтай құлап, қарсыласының жауырынын кілемге жапсырды. Таза жеңіс. Жанкүйерлер шулап тұр. Шағын олимпиада ғой бұда. Бақпа болмай қалды. Келесі болып кілемге ақтөбелік Нұрсұлтан Иманғази мен шығыс қазақстандық Мұхит Тұрсынов шықты. 20-дан жаңадан асқан осы екі жастың болашағынан мамандар мол үміт күтеді. Бұл кездесуде Мұхиттың күші басым болды. Бұл кездесу орталана бергенде қарсыласын қапы қалдырды. Жартылай ширек финалдың 4-ші белдесуі. Қызылорданың қыраны Ұлан Рысқұл мен қызылжарлық көкбөрі Айбек Қырықбаев ұстасты. Айбек Монғолияда туып өскен. Бүгінде солтүстік Қазақстан облысында ішкі істер саласында қызмет атқарады. Айбектің денесі құрыштай шымыр, қолы қарулы, бұлшық еттері серіппелі. Салмағы 85 келі ғана болса да, солтүстіктің түйе балуан атағын ешкімге бермей жүрген көкжал. Екеуі көзбен көп аңдыспай шап беріп ұстасып, сілкілеп жұлқыласты. Салмағы ауыр, күші басымда Ұлан қанша бұраса да, Айбек жығылмай жүр. Белдесу орталана бергенде Ұлан иық қалып арқалай соқты. Жартылай жеңіс ұпайы. Көп ұзамай сол әдісін тағы қайталады. Бұл жол Айбектің қос жауырыны бірдей жер иіскеді. 5-ші кездесу. Астананың арыстаны Арман Әбеуов қостанайлық Рамил Шаригинмен кездесті. 35-тегі Шаригин кезінде республиканың түйе балуаны болған спортшы. 3-4 жыл бұрын кілемнен кеткен. Енді қайта оралды. Арман Әбеуов президенттің күзет қызметінде істейді. Оққағар. Самбодан әлем кубогының иегері, Азия чемпионы, дзюдодан республика чемпионы. Қазақ күресте соңғы 3-4 жылда ден қойып күресіп жүр. Қазақша күресті 25-тен бастадым, бертінен бастадым. Ойладым өзім, қазақ болған соң. Бәрі де спорттың саласында жүрмін. Қазақ ұлттық күрес дейді. Ұлттық күресте күресу керек қазақ болған соң. Бұл кездесуде аса тартысты өтті. Боз кілемнен қол үзіп кеткенімен Шаригиннің шамасы әлі де зор екені байқалады. Талайды көрген, талайды жыққан балуан. Айла әдісі мол, күрестің қыр-сырын жақсы біледі. Белдесудің басында екеуі алма кезек бүк ұпайын иеленді. Есеп тең. Ортасынан таман Рамил Арманды жарты жауырынымен сұлатып, жартылай жеңіс ұпайын алды. Енді тәжірибелі балуан асықпай уақыт созуға бекінгендей. Бірақ оған Астананың арыстаны мүмкіндік бермеді. Найзағайдай жарқылдап, қас батырдай айқаса кетті. Әуелі екі қолмен қарсыласының белбеуінен мықтап ұстады. Болмады. Бірден сол қолына жармасты да артынан шалып алып ұрды. Таза жеңіс. Астаналық жанкүйерлердің қуанышында шек жоқ. Қазақстан барысына қатысқан ең биік спортшы Әділ Сұлтанов. Баскетболшыға ұқсайтын жамбылдық балуанның бойы 2 метр 2 сантиметр. Лақабаты Тасжарған. Қарсыласы қостанайлық Максим Герберт кілемге Ағаю деген атпен шықты. Атына заты сай, орасан күшті. Екеуі 2,5 минут бойы тең айқасты. Бір-бірін ала алмады. Жекпе-жек барысында Әділханға ескерту берілді. Сөйтіп Максим алға шықты. Артынша ол да ескерту алып есеп теңесті. 1-1.
Іле-шала Максим әдіс жасап, Әділханның тізесін кілемге тегізді. 2-1 ағай уалда. Тұра салып ұстаса кеткен Әділхан енді Максимді лақтырды. Есеп 2-2. Белдесудің бітуіне 30 секундтай қалғанда шаршаңқырап қалған Әділхан Максимнің бөктерінде кетті. Жартылай ширек финалдың 7-ші кездесуінде мамандар жеңімпаз болуы мүмкін деп үміт артқан қос мықты бетпе-бет келді. Қызылордалық Ерболат Юсуп пен шығыс қазақстандық Айбек Нұғымаров. Екеуі де бас жүлдеге лайық, бірақ біреуі ғана жарысты жалғастырады. Ереже сондай. Бастапқы 2 минут тең өтті. Сырт көзге Ерболаттың қимылы сылбырлау сезіледі. Алдыңғы белдесу бар күшін алып қойғандай. Солай болып шықты. Әлі кеткеннен кейін көрсе алмай қалдым. Айбек әуелі бүгіп айналды. Артынша тамаша әдіс жасап, жартылай жеңіс ұпайына ие болды. Ерболаттың бір ғана бүгіп айы бар. Жеңіліп жатқан ол тәуекелге бел буып, Айбекті қапсыра көтеріп алып, шалқалай лақтырған. Соңғы сәтте бұрылып кете алмады. Өз жауына кілемге тиіп барып, бірақ аунады. Төреші Айбектің қолын көтерді. Жартылай ширек финалдың соңғы 8-ші белдесуі. Ақтөбелік Бақтыбай Қисықов өзінен 50 келі ауыр жамбылдық Бейбіт Ыстыбаевпен шықты. Бейбіт 135 келі, Бақтыбай 75 келі. Халқымыз айтады ғой, күш атасын танымайды деп, қорқатын палуан бұл жерге келмейтін еді. Қанша дегенмен Бақтыбайға оңай тимеді. 1 минуттай ұпай бермей тырысып бақты. 2-ші минуттың басында Бейбіт қара күшке салып жатып, Бақтыбайды алып ұрды. Жартылай жеңіс ұпайы. Сол әдісін 20 секундтан кейін тағы қайталады. Бақтыбайдың сол жеңін екі қолмен тастай қылып ұстап, аяқпен шалып алып ұрды. Таза жеңіс. Ширек финал. 8 балуан, 4 жұп. Боз кілемге бірінші қызылордалық Ұлан Рысқұл мен Руслан Әбдіразақов шықты. Фамилиялары әртүрлі болғанымен екеуі туған бауыр. Ұлан ағасы, Руслан інісі. Үлкенге ұстазына жол беру қазақ күресінде көне заманнан бар дәстүр. Қазірде әрекеті қылаң беріп қалады. Бірақ бүгінгі балуандар белдесу ережесіне сай кілемге шығып, күреспесе де ырымын жасап жол береді. Руслан сол дәстүрді жалғастырды. 40 секундтай боз кілемде боксшыдай билеп жүрді де, ағасының тірсектен шалғанына қарсыласпай құлай кетті. Мен күресіп, онымен айқасып, барымды салсам, оны шаршатар едімді. Шаршатсам, ары қарай қалай болатын еді. Сол мәселе. Өйткені мен оны жеңіп кетсем де, жеңіліп қалсам да, ол бір үйдің жеңісі да. Ширек финалдағы 2-ші кездесуде бірге тумаса да, туған бауырдай болып кеткен. Шығыс қазақстандықтар Шалқар Жоламанов пен Мұхит Тұрсынов белдесті. Бұл жолда алдыңғы кездесуге ұқсас жағдай болды. Өйткені Мұхиттың барын салмағаны сезіліп тұрды. Әшейінде атойлап тұратын оның жеңіске деген жігері ұйықтап жатты. 34 секундта сол иығын сылтауратып, кездесуден бас тартты. Руслан сияқты жолын жерлес ағасына берді. Егерде басқа жігітпен белдессе, Мұхит қолы түсіп қалса да күресетін жігіт. 3-ші кездесуде астаналық Арман Әбеуов пен қостанайлық Максим Гербер жолықты. Екеуі де алдында ауыр белдесу өткізген. Шаршағандары әзірге байқалмайды. Жігіттің жігіті кесектердің сойығына төтеп беретін сында сыр алдырар емес. Екеуі де шамырқана шабуылдап, бір-бірден бүгіп айналды. Арман 2-ші минутта әдіс жасап, жамбасып айналды. Артынша тағы лақтырды. Таза жеңіс. Жоқ. Төрешілер тағы бір бой ғана жазды. Бәрібір Арман Әбеуов айқын басымдықпен ұтып жатыр. Енді асықпаса да болады. Көп балуан жеңіп жатса, уақыт созуға тырысады. Арман өйтпеді. Жанкүйерлерін ризағылайын дегендей, қарсыласын бет қаратпай жеңді. Ширек финалдың ең тартысты бәсекесі Бейбіт Ыстыбаев пен Айбек Нұғымаров арасында өтті. Күштері тең, дайындықтары бірдей. Белдесудің басында Бейбіт бірінші әдіс жасамақ болған. Өзі тізерлей құлады. Айбекке бүгіп айы берілді. 1-ші минут бітті. Айбек алды. Бейбітке сылбырлығы үшін ескерту берілді. Айбек тағы бір бүгіп айын алды. 2-0. 3-ші минуттың басында Бейбіт іштен шалмақ болып барын салды. Айбек бермей қойды. Айбекке тағы бір бүк ұпай берілді. Бейбітте ұпай жоқ. Әулетаның арланы әупірімдеп жүріп, әрең дегенде бір ұпай алды. Бәрібір ұтылып жатыр. 2 минут қалды. Бейбітке тағы ескерту. Айбекке жартылай жеңіс ұпайы жазылды. Жамбылдық жігіттің жағдайы қиын. Енді қимылдамаса болмайды. Бейбіт жасындай жарқ етіп алға ұмтылды. Ұстай сала лақтырды. Жартылай жеңіс ұпайы. Қарсылас тұра салысымен тағы шабуылға шықты. Бұл жолы алдыға лақтырғанға көнбеген қарсыласын тартқан жағына қарай сұлатты. Жартылай финалға мамандар үміт артқан 6 балуанның 3-і жығылмай жетті. Жамбылдық Бейбіт Ыстыбаев, шығыс қазақстандық Шалқар Жоламанов, қызылордалық Ұлан Рысқұл. Алғашқы төрттікке ешкім күтпеген астаналық Арман Әбеуов ерлікті. Осы төртеуінің қайсысы алтын белбеуге қол жеткізеді, оны ешкімден ақ басып айта алмайды. Бірінші белдесу Шалқар Жоламанов пен Ұлан Рысқұл. Алдыңғы кездесуде екеуінде інілері жол беріп, тың шықты. Күштері де шамалас.
тек өзара белдесулерде Шалқардың бәсі басымдау. Рысқұл ұланды мен осы жарыстың алдында 3 рет ұтқан болатын ұланды. Енді мен ұланмен кездескенде бір жағынан жаңағы өзім қасымдағы достарым да сен болды, мықтысың, сен ұтасың деп жаңағы қатты демеу беріп, өзімде бір жағынан қатты болады ғой, өз-өзіме қатты сенімді болдым ұланды ұтатыныма. Байырғы қарсыластар алғашқы минуттан алма кезек әдіс жасады. Оларынан түк шықпады. Содан ба екінші минуттың басында саябырсып қалды. 30 секундтай ұстасып жүріп алды. Төреші құр жүргені үшін ұланға ескерту берді. Шалқар бүк ұпайымен алды. 3 минуттың басында жеңіліп жатқан ұлан иықтан асыра лақтырған. Тәжірибелі Шалқар қарсыласының арқасына жабысқан күйі етпеттей құлады. Ұланға бүк ұпайы берілді. 1-1. Артынша төрешілер Шалқарға енжарлығы үшін ескерту жасап, ұланға бүк ұпайын берді. Қызылордалық Қыран алды. 2-1. Енді Шалқар алға атылды. Белден ұстай қарсыласын бір аунатты. Бүк ұпай. Есеп 2-2. Кішкене енді қорқынышты болды енді ондай. Оның алдында мен бір 2-3 ай бұрын тренировка істемей кішкене жарақат алып, демалып, соны ақырында бастап жүргем соны. Шалқар тағы шабуылға көшті. Сол жамбасқа сала бергенде ұлан жасатпай өзін жықты. Жартылай жеңіс ұпайы. Енді ұлан алды. 2 минут қана қалды. Екеуі ұстасып алып бір-бірін жібермейді. Тірсектен кезек шалады. Ұланға ескерту. Тағы бір бүк ұпайы Шалқарға. 10 секунд қалды. Таблоға қараған ұлан арыстан шақырды. Болды. Ол енді бермейді. Өлсе де бұл мүмкіндікті жібермейді. Шалқардың жаттықтырушысы жанұшыра айқайлаған. Бірақ не шара. Ұланның қуанышында шек жоқ. Шалқар өз көзіне сенбегендей екі иінмен дем алып ентігіп отырып қалды. Ұланның салмағы менен 30-40 килограммдай ауыр. Сондықтан мен ұланды өзім күтуім керек еді, өзім сол жерде бір қателік болды да, енді бағы жанып тұр ғой. Бабымызда кеп тұр, бірақ бағы сол ұланның бағы болып тұр да. Екінші жартылай финал. Бейбіт Стывайт пен Арман Әбеуов. Бейбіт әуел бастан бас жүлдеден үміткер. Арман болса, Рамил Шаригин, Максим Гербер сияқты мықтыларды тізе бүктірген саңлақ. Астананың қалың жанкүйерлерінің осы балуанға бүйректері бұрып тұр. Бірінші минут тең аяқталды. 1,5 минут өтті. Тағы сол сылбырлық. Төреші Арманға ескерту жасады. Бейбіт бір бүк ұпаймен алды. 2 минут өтті. Тағы сол сылбырлық. Енді ескерту Бейбітке берілді. Есеп теңесті. 1-1. Белдесудің аяқталуына 1,5 минут қалғанда Бейбіт жамбас ұпайымен алға шықты. Арман соңғы секунд өткенше айқасқанымен есеп өзгерген жоқ. Бейбіт финалда. Арман қола белбеу үшін белдеседі. Үшінші орын үшін белдесу басталмай жатып аяқталды. Алдында 3-1 алпауытпен айқасқан Арман Әбеуов ентігін баспай кілемге шықты. Шалқар Жоламанов аз уақыт болса да тынығып алған. Арман шабуылды бірінші бастады. Оң аяғымен сырттан шала бергенде Шалқар кілт бұрылып, итере ұмар-жұмар үстіне құлады. Арман қос жауырынымен жығылды. Таза жеңіс. Шалқар қолын аспанға атып балаша қуанды. 64 балуанның ішінен суырылып шығып, 3-ші орынды иеленді. Мұны үлкен жетістік емес деп кім айта алады? Ал 4-ші орынға табан тіреген Арманның асуы әлі алда. Финал. Ақтық айқасқа 100-ден жүйрік, 1000-нан тұлпар қос балуан ғана жетті. Бейбіт Стывайт ірі жарыстарда 18 рет түйе балуан атанған нағыз алып. Ұлан Рысқұл да әдіске бесаспап, күшке бай, белді балуан. Кімнің бағы жанып тұр, кімнің бабы басым түсер? Алтын белбеумен $150,000 кім иеленеді? Қазақстанның барыс атағын кім тұңғыш рет жеңіп алып, тарихта қалады? Бұл сауалдардың жауабын білетін уақыт та аз қалды. Осыған дейінгі өзара кездесулерде Бейбіт 3 рет басым түскен. Күрес жүрген бала ол Ұлан Рысқұл. Жаман күресші деп айта алмаймын, ол да мықты күресшілердің бірі. Қазақстанда сол қазақ барысын ұтады деген үміткерлердің сол 5-6 үміткер болса, соның бірі сол Ұлан болды деп ойлаймын. Финал ондай ешқандай менде қорқыныш болған жоқ енді. Мен уже ол жерде ештеңе шығып до конца өз күшіммен күресіп шығу болды. Уже жеңіліп қалсам қазір мынандай болады ау, сондай болады ау деген ондай ештеңе болған жоқ. Просто шығып енді өзім ішімдегі бар күшім салып күресіп шығу болды. Бейбіт бірінші әдіс жасамақ болды. Ұлан жасатпай оны итеріп кілемнен шығарып жіберді. Төрттағанда құлаған Бейбіт бірден тұрып кетпеді. Жамбылдық жанкүйерлердің айқайы спорт кешенінің түңлігін желпілдетіп тұр. 1 минут артта қалды. Сылбырлығы үшін Ұланға ескерту. Бейбітке бүк ұпай берілді. Артынша Бейбітке ескерту. Есеп теңесті. Тағы да сол текетірес. Енді Ұланға қатаң ескерту. Бейбіт жамбас ұпайымен алға шықты. Артынша Бейбітке ескерту. Енді Ұланға жамбас ұпайы берілді. Тағы тепе-теңдік. Осы кезде Бейбіт бірден шабуылға шығып, сол жамбасымен лақтыруға дейін берген. Ұлан құлап бара жатып Бейбітті аударып жіберді.
Екеуі де ұпайдан үмітті. Бейбіт бірден оң қолын көтерді. Ұлан да ұпай аларына сенімді. Кімге беріледі? Әдісті бастаған Бейбітке ме, жоқ оны аяқтаған Ұланға ма? Кездесу тоқтатылды. Кілемдегі төреші өзі шешім қабылдай алмай, бас төрешіге жүгінді. Қайталап көреміз. Шабуылды Бейбіт бастап, Ұлан денесін жерге тигізбестен аударып тастады. Яғни ұпай Ұландікі. Төрешілер де солай шешті. Сырқыранына жартылай жеңіс ұпайы берілді. Көп кешікпей Ұлан қарсыласын тағы тірсектен қағып құлатты. Бейбіт тұруға асығар емес. Финалда шаршап қалдым деп ойлаймын өзім. Белдесудің аяқталуына 15 секунд қалды. Ұланға тағы ескерту. Бүк ұпайы Бейбітке, бірақ оның енді пайдасы жоқ. 4 секунд қана қалды. 3, 2, 1, бітті. Ұлан бірінші. Жеңген кезде ондай көңіл күй менде әлі ешқашан болып көрген жоқ, ондай жеңген кезде. Енді ол бүткіл енді халық көріп отыр. Енді ондай қуаныш менде болып көрген жоқ. Сол кезде болды бірінші рет ондай қуанышым. 8 сағатқа созылған аламан жарыс мәресіне жетті. 3-ші орын Шығыс Қазақстандық Шалқар Жоламановқа бұйырды. Оған қола белбеумен бірге $10,000 берілді. 2-ші орында қарсыластарын қоғадай жапырған, тек ақтық айқаста сүрінген жамбылдық Бейбіт Ыстыбаев. Ол күміс белбеумен $30,000 көлеміндегі сыйлықты қанжығасына байлады. Ал тордың төрінде тұңғыш Қазақстан барысы қызылордалық Ұлан Рысқұл. Балқаштың құмында дүниеге келіп, Қапшағайда қазақ күресінің әліппесін үйреніп, Алматыда алғашқы асуларын бағындырған, қазір сыр елінің намысын жоғары ұстап жүрген жамбоз жігіт алтын белбеу тағынып, $150,000 еншіледі. Алғашқы чемпионат осылай аяқталды.